Сәлем достар, бүгін мен бір осындай пісірме пісірдім. Бізде мысалы Екібастұз қаласында, солтүстік Қазақстанда бұл айт немесе жабдық немесе кез келген ауызашар дастарханының сәні деп айтсақ болады. Дайындалу жолы өте оңай, бір ерекше құрамды ингредиенттерді қажет етпейді. Дайындалу жолын көргіңіз келсе, алдағы видеоны соңына дейін көріңіз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз, арнаға тіркеліңіз, қажет деп тапқан кісілеріңізге бөлісе отырыңыз. Мен тұратын аймақта ораза бойы күнделікті ауызашардың сәні болған бір пісірмемен бөлісемін. Өте жеңіл, пісіру жолы да және мол, берекелі тамақ. Сондықтан сол нәрсені мен бөлісемін. Маған 1 килограмм ұн керек, 900 грамм болуға болады, 1 килограмм болуға болады. Бір жұмыртқа, 400-450 мл су, 1 шай қасық тұз. 1 шай қасық тұзды суға салып, су өте салқын емес, жылылау су ерітемін және оған жұмыртқаны қосып араластырамын. Оған 20-30 мл сұйық май. Негізінде мен 20 ғана қосамын. Сосын шамамен 5-10 мл маймен дайын болған қамырдың сыртын илеймін. Сыртын шылап қоямын. Барлығын осылай араластырып аламыз да, қамырымыздың ортасын ашып, сұйық массаны құйып, жұмсақтау қамыр илеп аламыз. Қамырды илеп алдым. Қолға жабыспайтын, бірақ өте жұмсақ қамыр. Енді осы қамырға 5-10 мл сұйық май құямын және барлық сыртына жағып, бетіне ауа бармастай етіп жауып қоямын. Салмасы үшін 350-500 грамм картошканы қабығынан тазалап, салқын суға салып, қайнатып, езбе жасап аламыз. 1 килограмм бауырға 150-250 грамм пиязды қосып, ет тартқыштан немесе комбайннан ұсақтап шығарып аламыз. Қазанымызға 15 мл сұйық май құямыз. Қыздырамыз. Майы қызған кезде бауыр мен пиязды қосып, салып, қуырамыз. Қуырып жатқан бауырға татымына қарай тұз саламыз. Бұл 1-1,5 шай қасық көлемінде болуы мүмкін. Мен 1,5 шай қасық көлемінде қосам. Араластырамын. Әбден қуырылып болдау деген кезде 1 шай қасық бұрыш саламыз, қара бұрыш. Бұған дейін пешке қайнатып қойған картошкамызды алып, суға езіп, езбе жасап аламыз. Пісіп тұрған бауырға картошканың езбесін біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді бұған дейін илеп қойған қамырымызды астына ұн сеуіп түсіріп аламыз. Бірнеше күлшеге бөлеміз. Енді осы қамырды қолмен басып, оқтаумен жұқалау етіп жайып аламыз. Аса жұқа емес, қалыңдау етіп жайылған қамырды бокалмен бөліп шығамыз. Осы дөңгеленген қамырымызға ортасына салмасын салып, екі шетін біріктіріп,
бүгіп шығамыз. Қазанымызды қыздырып, молдау етіп сұйық май құямыз. Қызып тұрған майға бүгіп қойған дағы салып қуырып аламыз. Екі жағына аудара отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Қызарған самсаны шетінен шығарып ала береміз. Пісіп болғаннан кейін осылай қалауымызша тәрелкеге әрлеп салып, дастарханға ұсынамыз. Бастапқы берілген құрамнан, бастапқы берілген ұннан, салмадан 150-180 түйір осындай пісірмелер жасап шығаруымызға болады.